Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізде риск менеджмент, яғни бұл трейдингтің ең бастауы. Сіздер қанша дегенмен анализ білсеңіздер де риск сақтанбасаңыздар, онда плюске шығуларыңыз екі талай болады. Жалпы риск менеджмент дегеніміз не? Қалай біз сделкаға кіреміз, иә? Кез келген табысты сауда жүйесінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі, тіпті орта деңгейдегі техникалық анализдің өзі дұрыс тәуекел басқаруы енгізілсе, табыс әкеле алады. Сіздер қарапайым анализбен-ақ рискті сақтасаңыздар, сіздер прибыльға шығасыздар. Сол сияқты ең күрделі жүйенің өзі де егер тәуекел ережелерін сақтамаса, үлкен шығын әкелуі мүмкін. Нарықта трейдер тек өз шығынының мөлшерін ғана басқара алады. Яғни сіздер тек қана өздеріңіздің табыстарыңызды, шығындарыңызды басқара аласыздар. Ал сіздер басқара алмайтын нәрсе ол бағаның жүрісі. Яғни маркеттің қозғалысын сіздер басқара алмайсыздар, иә? Кеттік. Стоп деңгейіне жеткен кезде трейдер алдын ала қанша жоғалтуы мүмкін екенін және қанша пайда табуы мүмкін екен және ол шығын сәйкес келе ме, соның барлығын сіздер түсініп отыруларыңыз және оған дайын болуларыңыз керек. Табысты трейдер болу үшін мына нәрсені түсіну керек. 100% жұмыс істейтін стратегияда сондай тәжірибе мен білімсіз адам да болмайды. Сондықтан шығынды шектеу әрбір сделкаға деген дұрыс көзқарас. Егер позицияны стопсыз ашсаңыз, бірнеше пайыз табу үшін бүкіл депозитіңізді қатерге тігесіз. Бұл байыпты тәсіл емес. Стоп міндетті ереже. Яғни міндетті түрде стоппен торговать ету керек. Риск-ревард позицияға кірер алдындағы басты құрал. Алдын ала шығын мен потенциалды табысты есептеу қажет. Трейдинг бұл казино емес. Мұнда тәртіп пен жүйелілік керек болады. Жақсы қатынас бізде 1-3, яғни 3 сделканың біреуі ғана табысты болса да бізге жеткілікті болады. Ал эррор болса win rate маңызды болмайды. 80% жеңіс те бізге шығын әкелуі мүмкін. Енді сіздерге қазір бұл түсініксіз болып тұруы мүмкін. Енді біз қазір түсіндіремін, толығырақ ашып. Әрбір сделканы дұрыс тәсілмен ашсаңыз, табысты болу ықтималдылығыңыз жоғары. Әр сделкаға арналған қолайлы тәуекел мөлшерін анықтап, риск менеджментті қатаң ұстаныңыз. Яғни риск-ревард бұл бізде қанша шығын жасай аласыз және қанша пайда таба аласыз. Біз win rate дегенімізді білеміз ғой. Мысалға, сіз 100 сделка ашсаңыз, қараңыздар. Win rate деген бұл табысты және шығынды сделканың ара қатынасын көрсететін көрсеткіш. Мысалға, сіз бір айда 100 сделка аштыңыз. Бүкілін жазып жүрсіз журналға. Оның 60% табысты болса, сіздің win rate'іңіз 60%. Немесе 10 сделканың 6 пайдада болса да, солай, яғни 100%-ның қанша проценті сізде пайдада. Бірақ жақсы нәтиже үшін win rate'ті ғана біз қарап отыруымыз керек емес, біз win rate'тегі осы риск-ревардты қарап отыруымыз керек. Және біз осы win rate'ті есептеу үшін кемінде 100, тіпті жақсы 1000 сделка жасағанымыз дұрыс. Яғни сіз өзіңіздің бір ай бойы торговляңызды тексересіз. Сізде қанша сделка плюске шықты, қаншасы минусқа кетті, win rate'іңізді сіз не істейсіз? Бірінші, новичок болсаңыз, кәдімгі демошотты тексеріп аласыз, немесе проб компаниямен тексерсеңіз де болады. Енді кеттік. Сделкаға риск менеджмент ол бізде қалай есептеледі? Бізде трейдинг вьюда длинная позиция немесе короткая позиция деген нәрсе бар. Сол жерде қарасаңыздар, осындай настройка бөлімін шертсеңіздер, осындай не болады? Кәдімгідей өйстіп ашылады. Яғни біз оның үстіңгі жағын қозғалтып жылжыта аламыз, астыңғы жағын стопқа дейін не істей аламыз, деңгейге қоя аламыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңызда бізде 3 не бар, негізгі мән бар. Біріншісі, қараңыздар, біріншісі ол кіру несі бағасы, екіншісі бізде стоп лосс, үшіншісі бізде пайда, яғни take profit. Енді бұл жақтағы біздегі мәндер осы жақта оң жақта көрсетіліп тұрады, қай жерде көрініп тұр, қай жерде не болып тұр. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде риск-ревард қанша болып тұр? Мына жерде фотода 7.33 міне. Мына жерде көріп тұрсыздар, точка риск-ревард осы 7.33 болып тұр. Бұл дегеніміз бізге, яғни прибыль соотношение 1-ге 7.33, яғни 1-ге 7. Бұл бізде өте жақсы көрсеткіш. Жаңа айттық қой, ең минимум ол бізде 1-ге 3. Әр аймақ техникалық анализге негізделіп логикалық түсіндірмеге ие болу керек. Сіз стоп-лоссты не үшін қойдыңыз? Ол өйткені бізде имбаланстың артында, өйткені ол бізде ордер блоктың артында. Мына жерде не үшін кірдіңіз? Потому что ол ордер блоктың бойы. Тейк не үшін? Потому что мына жерде бізде үстеде BCL ликвидности тұр. Сондай нәрсеге негізделуі керек. Мынаны қолдану үшін біз кәдімгідей трейдинг вьюда не істей аламыз, оны ашамыз. Енді кеттік. Келесі нәрсе, мысалға, прибыльді автоматты есептеп көрсету үшін сіздер мынандай болады. Трейдинг вьюді ашасыздар, и сол жерде бізде не тұрады? Астында жағында бізде тұратын жерде не
настройки бөлімі тұрады, иә, мына жақта көріп тұрсыздар ғой, мына жерде настройки бөлімі, яғни терезесі ашылады, сол жерде аргументайды басасыздар, сол кезде мынандай деректер тұрады, көріп тұрғандар, и толтырасыздар, сіздердің счеттарыңызда қанша ақша бар. Мысалға 200 доллар ма? 200 доллар. Размер лоты 6, яғни 0,1, иә, размер лот. Риск, сіздер қанша рискпен кіресіздер? Риск ең негізгі жақсы тәуекел, ол бізде 1-2 арасында процент, иә. Счетыңыздың, яғни сіздер осы счетпен кіресіздер. Мысалы 100 доллардың 1-2%, типа 1-2 доллармен, иә, 200 долларда да сол, иә. Но бізде көп жағдайда енді 5%-ке дейін қолданамыз. Мысалға үлкен депозит болса, мен 5%-ке дейін қолданамын. Ал жоғары тәуекел ол бізде 5-те 10%, төменгі тәуекел ол бізде 0,25-те 0,5%. Өйстіп жазып аласыздар. И сіздер мына жерде көріп тұрсыздар, открыть депозит бүкіл өйстіп бізде көрсетіледі. И одан кейін не істейсіздер, уже сіздер стоп деңгейі барлығы көрсетілген екен, сіздер астында ок дегенді басқан кезде қараңыздар, үстіңгі жақта біздің общий немізді көрсетеді 1073. Если біздің сделкамыз тейкқа тисе, 1073 болады біздің общий табысымыз. Яғни бұл жердегі таза пайда бізде 73 доллар. А если біз мына жерде минусқа кететін болсақ, бізде қараңыздар, бізде өзіміздің общий табысымыз 990 доллар болады да, қалған ақшамыз. Яғни біз 10 доллар жоғалтамыз. Мына жерде бізде депозитімізді автоматын есептеп көрсетіп отырады. Енді кеттік. Риск-ревард пен вин-рейт арасындағы сәйкестікті қарастырайық. Бұл бізде өте маңызды. Қараңыздар енді сіздерде. Бізде 1:1, иә, 1:1. Бұл жерде, если бізде вин-рейт 20% болса, қараңыздар, сделка неге кетті, яғни, иә, не профитный, көріп тұрсыздар ғой, мына жерде бізде былай, иә, көріп тұрсыздар. Плюске қарай, яғни как кесте диаграмма түрінде берген. 1:1 20% бізде не, яғни келмейді. 1:2 бізде 20% тоже бізде келмейді. 1:3 вин-рейт 20% бізде өте келмейді. И 1:4 бізде 20% орташа, но бізде не былай да плюсте жоқ, яғни бір қалыпты тұрады. Келесі бізде 1:5, яғни ол уже бізде профит. 20% вин-рейтпен деп 1:5 ұстайтын болсаңыздар, сіздер әр сделкаңызды, онда ол бізде профитпен. Но есімізде сақтайтын маңызды нәрсе, бүкіл сделкаға бір ғана немен депозитпен және бір ғана рискпен кіресіздер. Бүгінгі сделка 2%-пен 20 доллармен, ертең 30 доллармен, ертең 4 лотпен, арғы күні 5 лотпен, кеше 3 лотпен кіру деген нәрсе жоқ. Кеше 2 лотпен ба, бүгінде 2 лот. Бір ай бойы тура соны қолданасыздар. Яғни сіздер бастапқы новичок болсаңыздар, солай жасайсыздар. Әр күні әрқалай жасайтын болсаңыздар, онда сіздерде риск-ревард болмайды. 30% 1:1 жоқ, бізде 1:2 тоже жоқ, 1:3 бізде, 1:4, 1:5 уже бізде 30% вин-рейтте не прибыльно болады. Келесі бізде 40%-те 1:1 бізде профит емес, қалғандары бізде профит. Қалған бізде 50% без убыток, яғни плюс не минус емес, орта сол депозит, и қалғандары бізде профитта болады. Ал 60% вин-рейтпен сіздер мына жердегі кез келген сделканы ұстайтын болсаңыздар, яғни 1:1, мен сіздерге советую 1-3-ке дейін, яғни 1:3 ұстап бастайсыздар. 1:3, 1:4, 1:5, бұл өте бізде жақсы профит болады, зато сіздердің 60%-тік вин-рейтпен, яғни 100 сделканы 60 плюске шығатын болса, онда сіздердің депозиттеріңізде ақша нестеді қосылатын болады. Ал если сіздер деген просто так кіре берсеңіздер, любой бүгін 10 доллармен, бүгін кеше 0,001-мен кірдіңіздер, бүгін 0,04-пен, ертең 0,06-мен, көп қателесетін нәрсе содан. Яғни бір күн біреу стопқа деген кезде бүкіл депозит нестейді срифқа кетіп қалады. Сондықтан әр неге бір сделкамен, бұл казино емес, бұл жерде бізде тұрақтылық маңызды. Мына жерде де дәл солай көрсетіліп тұр. Мысал, риск-ревард бізде 1:1 и вин-рейт 30%. Қараңыздар, бізде осы жерде 10 сделканың үшеуі плюс болады. Яғни бұл жерде не болады? Итог минус 400 доллар. Яғни бізде не болады? Минустасыздар. Келесі риск-ревард 1:3, вин-рейт 30%, яғни 10 сделканың сіздерде 30-ы 10 сделканың үшеуі плюске шықты, сіздерде плюсте боласыздар. Өйткені қараңыздар астыда. Плюс 200 доллар, яғни 10.200 доллар. Келесі бізде 40%, 1:3, бұл жерде бізде 1:3 қараңыздар риск-ревард, но бұл жерде уж сіздердің барлық сделкалары не үшін болады? Плюсте болады. Потому что сіздерде бүкіл мұнау, яғни бір ғана немен ашылады? Лотпен ғана ашылады.
сіздер рискпен кіресіздер сделкаға, әртүрлі рискпен кіру деген жоқ. Сонда мына жерде 40% винрейттің өзі сіздерге осындай прибыль әкеледі. Сіздер өздеріңіз бір ай бойы тексеріп көріңіздер, $100. Бастапқы ниеттеріңіз табыс табу емес, бастапқы ниеттеріңіз плюсте болу сіздердің. Даже міне кеттік мына жерді қарастырайық. 1-2, винрейт 3%, винрейт бізде 30%, тоже убыток, яғни минус $100 жабылады, оны сделкаңыз. 40% 1-2, бұл жерде бізде тоже плюсте $200 плюсте болсыздар, қараңыздар. Мына жерде өйткені қараңыздар, сіздерде $100 минусқа кетесіздер, но $200 табасыздар. $100 минусқа 200 табасыздар, яғни винрейт 40%, бізде 10 сделканың 4-еуі плюсте. А если винрейт 50% и бізде прибыль 1-2 болатын болса, онда сіздер тоже плюсса боласыздар. Бұл жерде өйткені $500. Қанша дегенмен сіздердің мына жерде 5 сделкаларыңыз плюспен, 5 сделкаларыңыз минуспен жабылып тұр. Түсінікті ғой? Дәл солай кеттік. Енді мен сіздерге өте қатты айтатыным 1-3 ұстаймыз. Минимум деген 1-2, 1-1, бұл жерде бізде рискпен, ал 1-3 сіздерде уже жақсы депозитке келеді. 1-3 винрейт 30%-ның өзінде қараңыздар, сіздер плюсте боласыздар. А если бізде винрейт тағы да төменірек болатын болса, қараңыздар, риск ревард 1-3, но мына жерде 2 трейдердікі қараңыздар, 2 трейдер. Бірінші трейдер жүйеге қатаң түрде сауда жасайды, яғни ешқандай нені стоп-лоссты өзгерту, ешқандай несі риск барлығы бір немен кіреді, нәтижесінде $200 пайда алады. Екінші трейдер стоп-лоссты орынсыз жылжытады, нәтижесінде зиян көбейтіп, сол стратегиямен жұмыс істесе де минус $100 не істейді, минусқа кетіп, потом ол мына жерде стоп-лоссты өзгерткен, мына жерде стоп-лоссты өзгерткен. Немесе там кірген сделкадағы, яғни несі көп, кеше 1 лотпен кірді ма, бүгін 2 лотпен кіріп жатыр, соны алдын ала есте сақтаймыз. Енді қараймыз, өздеріңізге қарай есептеп алсаңыздар болады. Но мен сіздерге айтатын 1-3 ол бізде өте жақсы. 1-5 тоже мүмкіндіктері 1-5 риск ревард сайтындардың бізде күнделікті 1-5 прям ТВ-ға бермейді, но өте жақсы болады сделкасы. 1-10 бізде жоғары, яғни табу, бізде сделканы табу қиынырақ болады. Бізде 1-1, 1-2 жүйе мүмкіндік көп, бірақ винрейтті қажет етеді. Енді бізде 1-3 қатынасымен жасайтын трейдерлер 1-10 қатынасымен сауда жасайтындарға қарағанда көп табыс табуы мүмкін, потому что ол күнделікті ТВ-лар бізде жақсы беретін болады. Сондықтан оптимальды және біздегі орташа риск профит қатынасы ең жақсы таңдау болады. Бізде осы жердегі ең маңызды нәрсе ол ТВ-ны дұрыс табу, и және де риск ревардты дұрыс есептеу. Болды, бізде артық ешқандай не жоқ, сіздерге бір волшебная палочка жоқ. Енді кеттік, бізде қателіктер. Көп адамдардың қателіктері может стоп-лоссты чуточку өзгертейін. Адамдар өздерін ерекше ойлап, бәрін бірден оңай болады деп сенеді, бірақ бәріміз бірдей қателіктер жасаймыз. Ең жақсысы осы қателіктерді алдын ала біліп қайталамау. Басқалардың қателігінен үйренсеңіз, уақытыңыз, ақшаңыз және нервіңіз үнемделеді. Стопты жылжыту. Баға қарсы бағытта қозғалғанда стопты жылжытамыз. Сол уақытта тәуекел бірден 2%-ға, 5-ке, соңына 10-ға дейін өседі. Мұны тоқтату керек, өйткені өткен шығын психологиялық тұрғыдан өте қиын. Бүкіл депозиттеріңіз сіздердің осы стоп-лоссты жоғалтқандарыңыздан не істейді? Кетеді. Енді кеттік, бізде орташа алу, баға қайта оралады деп позицияны көбейту. Бұл кейде сәтті болады, бірақ көбінесе депозиттің түгел жоғалуына әкеледі. Сондықтан орташа алудан бас тарту керек. Алатта баға қайтадан келеді. Бүгін жаңа айттым ғой, кешегідей сделка и бүгінгідей сделка. Барлығы бір лотпен бір еден ашылу керек. Все. Бастапқы ереже осы. Кеттік, баға стоп-лоссты іске қосып, кейін кері бағытқа бұрылса, бұл қате. Дұрыс талдаудың жоқтығы. Міндетті түрде стоп-лосс, бүкіл анализ белгілі бір анализбен, яғни белгілі бір мен сіздерге көрсеткен нәрселермен жүру керек. Просто ойдан не істеу жоқ, қою жоқ, 40 пипс төменге қояйын деген нәрсе жоқ. Егер баға стоп-лоссты іске қосып, сонымен бірге қозғалысын жалғастырса, бұл сетаптағы қателік, яғни стоп-лоссты алып, баға қайтадан өз бағытына тейкқа қарай жүрсе, онда сіздер яғни сетаптан естеген сіздер точка входынан қате кеткесіздер. Ешбір құрал 100% жұмыс істемейді, сондықтан стоп приказ арқылы сақтанамыз. Қателіктерді талдау, мәмілелер сапасын үздіксіз жақсарту процесі. Яғни кез келген сделканы талдайсыздар. Неге ол жерде ондай болды, не үшін мекі стопқа тиді, не үшін мекі плюске шықты, журналға бәрін жазасыздар. Кейде бағаның болашақ бағыты анық көрінгенімен стоп-лосстың орны анықтау қиын, немесе тәуекел пайда қатынасы жарамсыз болады. Мұндай мәмілелерден аулақ болған дұрыс. Сіздер білесіздер, бағаның осы
мыңға дейін өсетініне, мысалы алтынның деген сияқты, иә. Но сіздер ол жерде белгілі бір немен кірмейтін болсаңыздар, яғни точка входамен белгілі бір рискпен кірмейтін болсаңыздар, онда бұл жерден аулақ болыңыз. Себебі сіздер ол бағаның коррекциясын білмейсіздер, бағаның сіздер қай жерден отскок алатынын білмейсіздер. Сондықтан міндетті түрде риск ревардты не істейміз, басқарамыз, позицияны басқару. Енді қараңыздар, жаңа айтып жатқандай сіздерге осылай риск, енді позицияны басқару. Енді take profit кездерде бізде бірнеше жерге қоямыз, қиын аймақтарға, проблемная зоналарымыз, ол бізде ликвидностьтарға, біз ол жердегі сопротивление, поддержка зоналарына, и потом бізде дисбалансы жабуына, и баланстарға дейін қоясыздар. Енді бізде стоп-лоссты зиянсыз деңгейге жылжытуға болады, егер оған негіз болса, яғни сіздер білесіздер, что тут мына ликвидность шешеді, мен стоп-лоссты сәл қате қойыппын десеңіздер ғана өзгертесіздер. Но на самом деле міндетті түрде бастапқыда нақты анализ жасап стоп-лоссты өзгертпеуге тырысу керек. И тейкті бірнешеге бөліп фиксировать етіп жабуға болады. Мысалға, бірінші кезде бізде сделка 2 лотпен кірдіңіздер ма, жартысын бірінші жоп, жартысын келесіде жоп. Мысалға 0,05 лотпен 5 сделка аштыңыздар ма, сіздер жартысын мысалға 25%-ін қазір, 25%-ін қазір, потом 10%-ін қазір деген сияқты фиксировать етуге болады. Бірақ пайданы жартылай алу кезінде сіздер не істейді? Эррор қатынасы жоғары болу керек, потому что сіздердің ол жерде win рейттеріңіз барлықтары есептеледі. Сондықтан мысалға минимум 1-3 есептеу ұстауларыңыз керек. Енді бізде позициядағы стоп-лоссты, take profitті дәл орналастырмасаңыз, түсіне алмасаңыз, қай жерге қоятынын білмесеңіз, сонда ол сделкаға кірмей-ақ қойыңыз. Ашық позиция мәміледегі 100% табыстың кепілі емес. Біз 100% рынокты болжай алмаймыз. Өзіміздің техникалық анализ бойынша және стратегияларымыз бен сетаптарымыз арқылы біз не істей аламыз? Нарықты өзімізге қарай, яғни өзгерте алмасақ та соның артымен жүріп торговать ете аламыз, иә. Басты мақсат сіздер әр мәміледен максималды пайда табу и және де стоп-лоссты кездейсоқ жылжытуға, және тейкті тоже кездейсоқ жылжытуға сіздерде ешқандай негіз болмауы тиіс.